Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арай. Бұл видеода арықтау үшін тамақты аз жеу керек пе? Сол туралы айтатын боламын. Адам организмі тамақты көп жейді, сондықтан ол салмақ қосады. Арықтау үшін аз жеу керек. Бәріміз бұл принципті білеміз. Бірақ шынымен де бұл принцип жұмыс істей ме? Қаншалықты тамақты аз жеген дұрыс болып саналады? Рационның калориясын азайту шынымен де салмақ тастауға көмектеседі. Бірақ әр адам өзінің арықтау калориясын индивидуалды түрде қарастыру қажет. Ол негізгі факторларға негізделеді. Адамның жасы, жынысы, салмағы, бойы және физикалық белсенділік деңгейі. Тағы бір фактор бар, егер сіз тамақты аз жесеңіз, аз калория алатыныңызды білдірмейді. Егер сіз жемістер мен көкөністердің порциясын азайтып, бірақ құрамында жоғары калориясы бар өнімді тамақтарды қалдырсаңыз, сіз тек қана салмақ жоғалтып қана қоймайсыз. Сонымен қатар организміңізге қажетті қоректік заттардың жетіспеу мүмкіндігін туғызасыз. Сонымен рационды азайтудың дұрыс жолы қандай? Ең алдымен тамақтың порциясын азайту жемістер мен көкөністерге әсер етпеу керек. Калориясы көп өнімді, калориясы аз өнімге ауыстырған дұрыс. Мысалы, майлылығы аз сүзбе алыңыз, немесе қойдың етін тауық етіне ауыстырыңыз. Дұрыс тамақтану салмақ жоғалтудың бір бөлігі ғана. Сонымен қатар адамның физикалық белсенділігі де өте маңызды. Физикалық белсенділік бізді көбірек энергия жұмсауға және денедегі бұлшықетті көбейтуге мәжбүр етеді. Ол өте дұрыс, себебі сол кезде біздің метаболизм дұрыс жұмыс істей бастайды. Арықтау үшін көп су ішу және жеткілікті ұйықтау өте маңызды. Осы факторларға көңіл бөлмесеңіздер, нәтиже болмайды.